Достар, если повтор көрсеңіздер, қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Каналға тіркеле салыңыздар. Ау. Не хабар азай? Так, хабарда не бар менде, жігіттер? Қыздар. Не хабар бар менде? Бір жарайды, жақсы жаңалықтан бастайық. Келесі күні, яғни ертең емес, арғы күні Twitch'та, стримда сіздермен бірге Зарина мен жеңшелеріңмен тамақ істейміз. Эфирде, прямой эфирде. Қалай, нормальный жаңалық па? Тамақ істеу деген жаңалық па қазір вообще? Таке, қалай ойлайсың? Тамақ істейін деп жатырмын да. Кім істейді бірақ, сен ба? Екеуміз істейміз тамақты, Заринамен. Күшті. Адамдар көре ме оны негізі? Қолымды кесіп алатын сияқтымын. Сондай бір жаңалық бар, короче, ол арғы күні. Тағы не жаңалық бар менде? Жалпы контенттен жаңалық осы. Не жаңалық бар? Апидің тойын білесіздер, өткенде айттым сіздерге. Өткенде айтқан болатын Апидің тойын. Соған барамыз августте. Тағы бір жақсы жаңалық. Короче, менің туған қарындасым бар. Тұрсынбай Құралай деген. Туған қарындасым. Мен үйде үшеумін ғой. Біз үйде үшеуміз, үш ағайындымын. Ортасында қарындасым бар, жалғыз қарындасым туған. Одан кейін інім бар. Туған қарындасым осы жылы ұзатылады, Алла қаласа. Мынандай болып жүрмін. Бірде настроение бар, бірде кезде настроение жоқ. Сондай біртүрлі чувствода жүрмін пока что. Уақыт не деген тез деген сияқты. Вот сондай. Рахмет. Дауысым жай шығып жатыр ма? Аузыма алайын ба микрофонды? Ой, шеше, аузыма тақайын ба деген ғой. Артындағын жағайын ба? Жақмай қойшы, бәрі андай. Осылай тұра берсін, әдемі ғой. Не тамақ дейсің, не тамақ істейік келесіне де Заринамен. Жағайын ба артында, жақпай қойшы, осылай отырайықшы, әдемі ғой. Мен даусым бақтан шығып отыр. Арғанат дейді. Пицца істесейші. Пицца істеңдер. Неге пицца? Мен даусым сізден естіліп жатыр, таке. Телефон жақын беді. Тағы естіліп жатыр ма? Бля, мен браузерден, короче, тағы Twitch'ке кіріп тұр екенмін. Пиш бар ма? Ролтон. Манта. Мен натуре кухняны өртеу болатын сияқтымын. Ау, таке. Сен сүйікті тамағың қандай өзі? Бірінші орында тұрған. Пиш бармақ па? Менде сондай жоқ, братан, бірген. Мен в основном сорпа тамақтар жақсы көрем негізі. Деп ішіп отқанша, мұрнымды тартып ше. Деп ше. Сондай тағамдар маған ұнайды. Рубашкаге анда ақ мектепке баратын рубашканы бүлдіріп алып ішкім келіп тұр сорпаны ше. Сондай сорпалар маған кайфта. Онда мастеркан істей салыңдар. Мастеркан? Эфирді көп созбай. Эфирді көп созбай. Бір сағатта үлгеретін шығармыз. Бірдеңе сәбіз ашып турап қырылып қалмасақ екен, бля, сол не болып тұр. Иттен сорпа? Болды. Болды, кімді мадит соямыз онда. Не қылайық? Бүгін не істейміз жалпы, бүгін не план? Жаман хабардан бір хабар бар, бірақ айтпай қойшы оны. Енді ол қорқынышты. Сол 2-3 күн болды, қайтыс болған жерде жүрдім. Ол танымайсыздар. Рахмет, аумин. Иманды болсын деп жатсыздар ғой. Жалпы менің бір жақын досымның кішкентай қарындасы
В общем, дүниеден өтіп кетті. Кішкентай бір 4 жасқа толмас жасында кетіп қалды, кішкентай қыз. Вот 2-3 күн сол мен кішкене депрессияк болдым менде. Жақын кәдімгі досым ғой, жан досымның кішкентай қарындас. Ауа райына байланысты. Вот сондай. Кешегін ойнап жүрейік. Бәрі жақсы ғой, каникул тез өтіп жатыр ма? Уже сабаққа дайындалып жатсыңдар ма? Студенттер бар ма менде, студенттер? Студенттер бар ма менде? Жандарым, студенттеріме бір мотивация берейші. Сонымен бастайым. Ой, ебать. Так, бүйтіп. Құрметті студенттер, жандарым, машин, сендер де студент боласыңдар. Сіздерге болашаққа тілегім, қазіргі студенттерге. Құрметті студенттер, қалада емес сыртта оқып жатқан студенттер болса, андай хуйтяларға жоламаңдаршы. Андай химический заттарға жоламаңдар. Болды. Сосын жаңағыдай андай неге жаңағы реал ұтат, ана ұтат деп ондай нәрсе тікпеңдер сосын. Түсінді ма? Түсінді ба? Біраз студент болған, негізі зайбал ғой, Алматыда студент болған ше, негізі қызықта зайбал күндері ғой негізі. Бля, уайымдаймын студенттер. Бәрі курьер болып жүреді. Хорошо, что мені универден шығарып жіберді кезінде. Мен универден шығарып жіберген. Қойшы, оны айтқым, бля, жалып жасағым келмейді, андай, бля, терпила сияқты болып қалам ше. Сырттарына жамандаған сияқты болып қалам. Сайбал. Қайта көрер деген нәрсе бар ғой, бұрын жоқ еді ғой, көрер, жұмыс таппайтын едік қой. Қалам менің өміріме ұқсайды кішкене. Кішкене өмірімнен бүйтіп кішкене детальдар алған болатынмын қалам сериалына. Менде қызыл диплом жоқ, менде жоғары оқу орны жоқ. Мен мектептің өзін ол андай жігіттер, андай қабылдамаңдаршы, кері мотивация ретінде қабылдап қалмаңдар. Азаматта оқуын оқыған жоқ қой, стример болып отыр ғой. Жаңағыдай байып кетіпті, мен де азамат сияқты болам дейтін нәрсе миларын алып тастаңдар, құрметті оқушылар. Оқу керек. Оқу керек. Диплом керек. Диплом саған керек емес болса да, ата-аналарың үмітін ақтап, мама папашкілерге просто міне диплом алдым деп оқушылар сендерге айтып жатырмын. Диплом ұстап, мамаларың әкеп беріңдер. Болды, әрі қарай сен сантехник боласың ба, айтишник боласың ба, өзің біл блогер боласың ба, просто дипломды алыңдар да әке шешелерінің гештальтін жабыңдар, болды. Қызым, балам диплом алып келді деп айтсын. Болды. Сосын өздерің білесіңдер. Бірақ маған ұқсап жаңағыдай оқудан шығып кетіп, өздеріңмен өздерің кино болып жүрмеңдер. Мен ешкім түсінбейді. Я достигаю сам себя деп, бля, ірімеңдер. Өлтіріп салам. Басайық. Фаса. Продолжить. Так, кеше қай жеріне келдік? Кеше біз қамалып қалдық, сыртымызда қамап кетті. Мен өзімнің бөлмемді екінші этажға жасап алдым. Камераларды қойдық вроде, енді оямыз ба? Забыть батарея для фонаря. Медичи, рахмет, брат. Мына жерінде болдық, мына жерінде болдық, мына батарея бар жеріміз. Окей. Мына качествосы басқаша болады екен кішкене, Тақпас. Ей. Басылып кетті міне сразу. Ей. Антистресс.
Антистресс. Антистресс. Мысық, жаным, мысығым, айналайын, шөжегім. Антистресс. Мысыққа қарап алдық. Неден қорқып отырмын мен? Мынандай бірдеңелер жерге түскен кезде ол үшін қорқамын ғой мен. Неге Мұрат Әбділданың суретін қоймайды? Бір көрем да, бір күліп аламын да, шешілі сізге. Ойнай бер. А ты отчаянный дейді? Конечно, бля, ты чё? Ёп твою мать, мына жерде бірдеңе тұрған екен ғой бағанадан бері. Мына жерде болды ма кеше вроде? Ана батарейка тұр. Тез жүгіруге болады ғой маған? Вай! Аузында бірдеңе тұр ма? Ерім ба? FNAF-ты Steam-да жоқ, кстати, ол қайдан тауып алдым мен? FNAF ойнаңдаршы дейсіңдер, FNAF Steam-да жоқ қой вообще, Steam-да. Оны сайттан жазып аламыз ба, арнай? Ой. Батарею можно перезарядить только после ее полного... полный вышки. Ой, чешей, кет. Екінші этажға барып көрейік. Шешең сулайын. Вау. Стоит читать здание в нижней части экрана во время игры. Я заметил, что возле лампы, светящей красным цветом доска таблицы Менделеева, за ней что-то есть. Ты долбанный извращенец, да? Маньяк? Кім бұл? Чатта жазып отқан маған. Менделеевтің доскасын мен қайдан білемін мен? Маған, короче, төбеге баруға болмайды, жоғарыға. Тыгыдық, мынан. Бля, мына жаққа болмайды маған баруға. Бля, бармаймын. Ну его. Жақсы. Жақсы, мен бармаймын ол жаққа. Мен қатысым жоқ ол жаққа. Бала шағам аман-есен қайтсам болды, маған мектептен шығып. Мына жерді қайттан тереміз ба, не? Қайттан бастай берем ба, соны мынау құлайды қазір. Осы кезде... Тыгыдық, бля, менен қалай көрмей қалдым? Антистресс, мысық, әдемі. Шляпа киіп алған мысық.
сүйкімді мысық, үйдегі мысық кәдімгі. Мына жерде бірдеңе болды жаңа, қаяқта ол? А, мен туалеттен алуым керек қой. Басқа нәрсе ойнашы. Ең тәуірі осы болып тұр қазір соңғы шыққандардан. Кооператив ойнағым келіп жүр балдармен ше, тезірек бәрі болсап, аман есен болса екен, блядь. Уже бір өзім хоррор ойнауға уже, блядь, денсаулық жетпейтін болған ғой. Мына қара тұрған. Осындай заброшкалерді стрим істесе просмотр көбейеді. Спонсорларға айтсам түсіндіре алмай жатырмын ғой соны. Маған не істейміз мына баланы? Кім мынау? Чиви берейін ба, кел. Менделеевтің доскасы деген осы ғой. Ой, яп. Бля, хоррор уже жақпайтын он Медичи. Это что место, где они спрятали батареи? Білмеймін, братан. Медичи. Кетші. Я міне осы ғой Менделеевтің доскасы. Жоқ қой ішінде ештеңе. Да, мен жүрегім шыдамайтын болды мынандай неге ше. Уже жас келген ба или жүрек уже слабый болып кеткен ба? Бірдеңе дұрыс емес. Қартайын деген ба? Или жан жүгері жүгеннен ба? О, матрикс алдық. Енді барсам бола ма? Опа, амимеу. Көтің ауырда просто. Мына жерге барсам қайтадан өлтіре ма мені? Сделай меня модерн. Айтпақшы, мына чатта модерн қылыш деп жатыр модер. Маған модер керек, кстати. Маған модератор керек. Телеграмда ақылдасамыз, ә? Бля, ма барғым келіп тұрған жоқ мына жерге. Мен бәрін араладым ғой бірақ. Бәрін аралап шықтым ғой. Бля, мен барғым келіп тұрған жоқ. Сука, қайтадан өлтірмей ма анау мені қазір? Отағым жигір еп. Тігідік, блядь. Оқыдым ғой, мен жинап жатырмын ғой. Екінші этажға ес жоқ көрмейсіңдер ма онда? Мынау ғой. Бір батарея алдық. Неге мына жаққа? Ай, жек көрем мына ойынды. Не алайын, мына екі мынау суретте тұр, бұны не істеймін мен? F па? Кесе жүгіріп өтем. Бля, мынандай заброшкаға барып түсіру керек еді натурге. Қасыма Фадиді алып алсам. Фадиді, сосын Апиді екеуін алып алсам. Мади болса өзім Мадиім. Үш ірі жігіттің ортасында ардық болып жүрмеймін ба? Бля, оларға заброшкада түнек деп айтсам не дейді екен?
сол тез қашайын деп тұрмын да, просто әдейі ірілерді алып алайын деп тұрмын да жаныма. Мына жердегіні алдым ба немен? Так. Қарадым, нормально. Хамитов менде модератор емес қазір. Ол жігіт қазір студент. Ол жігітке рахметімізді айттық. Өте күшті еңбегі сіңді ол жігіттің. Просто адам ауыстыру керек болды. Оны айтпай ақ қойын, туда-сюда, анау мынау деп. Майдаланбай ақ қойық. Просто Хамитовтың қолы босамайды енді. Әкеден сұрап болса 1-2 модер дейді. Әке? Кім сұрап алады, айтып отыр. Білмеймін, бір модер сұрап алса еді әкеден. Модер, неше модер бар сенде? Мына ойынды қашан бір күшті, бір көңілді ойындар шығады, бір қарқылдап күлетінші бір сондай ойын шықса екен. Меча Хамелианс маған ұнады ше. Соны ойнағандарымнан Меча Хамелианс маған ұнады. Білмеймін неге ұнаған, бірақ өтті маған. Әлі ойнағым келеді соны. Кішкене суретке қатысым бар боласың ба? Міне бор ма? Батарейк ма? Мына жақ таза болды. Енді қайда барамыз? Қайда барамыз енді? Не деген түсініксіз зайбал ойын? Собрать батареи для фонаря. Жинадық оны. Басқа ойын жоқ па? Басқа болмай тұр. Пока ана көрейік, бір 5 минут шанс берейік. Егер оны қайттан қайталанса қазір, онда естейміз. Жабылама. Рек қарай шығармыз. Что-то хоррорлар соңғы кездері өтпей кетті ғой. Ағайындармен ойнамасаң ше. Или мен чисто өзімнің жаңағы браттармен ойнап, одиночный ойындар қызық болмай кетті ма, или өзіме. Или ойының өзі сондай ма, или неше түрлі ойындар бар, андай простой ойындар, 1000 теңгеге 700 теңгелік ойындар ше. Мыналардың жанында жақсы да олар. Бәрімен қайта төбеге көтерілсең, біз қайта өлтіреді мені. Екінші лестница, терезеде батарея. Спорт залға бар деп тұр екен ғой. Болды, рахмет. Абдуррахман, родной. Тұрсынбай Абдуррахман. Менің фамилиясың ба еще? Фамилияласың ғой еще менің, прикинь. Не істеймін ол жақта? Немен айналысайын? Былай жүретін бар екен. Ой. Күшік. Ей, көтіңе кейсей бірдеңе. Антистресс, әдем мысық.
Зайбол неге қорқақ болып қалған? Фонарикті өшірсем мынандайда өте алмаймын мен. Жігіттер, міне өшіремін фонарикті. Мә. Свет укажет путь. Қай свет укажет путь? Бля. Тоқтай тұр. Может, мына жерде бірдеңе бар, сан, цифр. Свет покажет путь. Қай свет покажет путь? Может, мына басқа жерге қоямын, алып кете аламын ғой что-то. Бұл жерге қоя аламын ба ана? Мече хамиленді ма? Болды. Аға ешек, бля, түсіндірме. Дәу мектепке мені жіберді, нахуй, ештеңе түсіндірмеймін. Бля, мен хоррор ойнағым келмейді уже. Блядь, я заебался просто, нахуй. Кино жаза бердірші чатқа, мына өте алмасам 40 секундтан кейін кино көремін. Кино көрейікші. Аяқ көтеріп қойып. Гномдарды ағайындарым ойнаймыз, бір өзім ойнай алмаймын енді қазір. Жоқ, жарықты өшіріп, мына фана. Мына жерде тұрған не? Да, бір пароль тере салайыншы. Ойдан біраз теруге болады ғой. Чатта айттым уже. Ойының чатында. Өлтірші кел. Өлтір кел. Қайда? Бірдеңе жарылама не болады енді? Окей. Тык-дык, блядь. Қайдасың нахуй? Ай, батарейка. Сги. Уф. Вообще ауыр тиетін болған ғой ойын. Ебать, таке.